Fashion Guide бағдарламасынан көретіндеріңіз. Ең үздік тері бұйымдарының топтамасы әйгілі солтүстік америкалық ұлпан аукционында. Милан сән апталығынан көз тартарлық бейнелер. Акробатиканың көмегімен таныстырудың ерекше жолы. Ресейлік сәнқой Ксения Собчак пен қазақстандық дизайнерлердің стильдік тәжірибелері. Қымбатта таңдамалы аң терісінің түрлері, сирек ұшырасатын селекциялық терілердің сан алуан үлгісі болып саналатын әлемге әйгілі солтүстік америкалық Нафа ұлпан аукционының көрсетілімі Алматыда болып өтті. Бұл әлемдегі тері бұйымдарын жеткізетін белгілі ұйым. Ұйымдастырушылар қазақстандықтарды әлемнің үздік дизайнерлерінің, атап айтқанда Майкл Корс, Денис Басса, Джан Франко Ферре, Гюля Рош және тағы басқалардың бұйымдарымен подиумда қуантқысы келді. Мех аукционного происхождения. Это значит, аукционға шығарылған тері бұйымдарының сапасы сенімді. Қазір бүкіл әлем бойынша сапасына кепілдік беретін зат таңба шыққан. Онсыз бірде-бір дүкен тері бұйымдарын сата алмайды. Бұл дегеніміз тері адал жолмен алынғанын білдіреді. А это означает, что мех приобретен на аукционе и что мех добыт гуманным путем. Аң терісі еш уақытта сәннен шықпайды. Оның пішіні, түсі немесе ұзындығы өзгеру мүмкін. Дегенмен Гринпистің тырысуына қарамастан, әлемдегі барлық әйелдер аң терісінен жасалынған тон мен жамылғыны киіп көргісі келеді. Барлығы аң терісінен жасалынған киім кигенді қалайды. Ол әр кезде біздің гардеробымызда болған зат. Аң терісінен жасалған киім ешқашан сәннен шықпайды. Себебі ол классикалық болуы мүмкін. Оны бірнеше жыл үзбей киюге болады. Оған бір өзгешелік енгізсек, жаңа тренд болып шыға келеді. Аң терісі соншалықты қымбат емес. Оны киген сәттен бастап өз-өзіңді бағалай бастайсың. Тері өнімдерінің тарихы тез өзгеретін сән үлгісіне қарағанда тұрақты. Шынайы стиль сияқты уақытпен шекараға бағынбайды. Десек те маусымдық трендтер мұнда да бар. Бұл тік сұлба. Ерлердің стиліне сәл ғана ұқсайды. Дегенмен нәзіктікке тыйым салынған жоқ. Кристиан Диор стиліндегі қынама белді, New Look'ты сұлба. Ол да сәнді. Сілеусі мысық тұқымдасына жататын жыртқыш пен ерекше Black Nafa табиғи қара күзен терісі өте сәнді саналатын материал. Қалай десек те, аң терісі әркез өзекті болады. Бізде құндыздың, жанаттың терлері бар. Сіздер күзелген және ұзын түкті құндыз топтамасын көрдіңіздер. Адамдар көп шатасады. Олар күзелген құндызды да, күзелген кәмшатты да қара күзен деп қабылдайды. Сондай-ақ бізге жаңа технологиялар көмектеседі. Заманауи технологиялардың жетілгені соншалық, олар жанаттан таңғажайып бұйым жасап шығаруға мүмкіндік береді. Сәнді тері бұйымдарының астанасы Милан, Дубай, Гонконг, Шанхай, Мәскеу деп есептеледі. Тура осы қалаларда дәстүрлі түрде сәнді ұлпан аукциондары өткізіледі. Бірақ бүгінде ішік кәсіпқойлары бұл картаға Алматыны да қосады. Себебі қазақстандықтар тері бұйымдарын бағалай біледі. Fashion Guide көктем жаз 2015 маусымына арналған ауқымды сән апталығына тоқталуды жалғастырады. Лондоннан кейін Fashion эстафета өзге сән астанасы Миланға бұйырды. Көпшілік үшін басты оқиға болған итальяндық дизайнер Miuccia Pradaның көрсетілімі. Ол ақ тігістері бар, өңі айналдырылған үлгіге ұқсайтын киімдер топтамасын ұсынды. Көрсетілімде классикалық сұлбалы пальто, белдемшелер мен геометриялық өрнектер бар көйлектер үстемдік етті. Miuccia Prada еңбегі әбден мойындалған киім шебері болғандықтан, біздің көргеніміз келер маусымның 100% тренді екеніне шүбә келтіре алмаймыз. Келер көктемнің өзге тенденциясын хиппи салтанаттылықты Роберто Кавали талдап берді. Ол сәнқойларға ала-құла мың түрлі құрақтан тігілген кең көйлектер ұсынды. Дегенмен аппақ шілтерлі көйлектерде қызығушылық тудырды. Киім шебері тағы бір Just Cavalli желісіндегі түр түспен таңғалдырды. Теңіз толқын іспеттес түс пен қанық күлгін, қою қызыл және көк түстер керемет үйлесім тапқан. Жаттығу киімін еске түсіретін бұлықты шалбарлар ерекше көзге түсті. Дизайнер оны тік жағалы жейделермен үйлестірген. Donatella Versace көрермендерге Versace'дің жаңа бикешін таныстырды. Енді итальяндық сән үйінің кейіпкері қарапайым, бірақ кербез. Ешқандайда қиын үлгілер, корсеттер мен суреттер жоқ. Сұлбалары шағын, ал тістері түп-тұнық, геометриялық сызықтары бар. Дегенмен Versace үлгілеріне тән қысқа көйлектер әлі де сақталған. Prada секілді Versace'де сырт киім шығарғанда сырып тігілетін әдісті қолданады.
Шоу соңында түрлі түсті жылтыр әшекейлермен әспеттелген аралас көйлектер паш етілді. Ал Gucci'дің жаңа топтамасы бірнеше тақырыпқа бөленген. Алғашқы кезекте милитари стилі. Онда иық белгі, металл түйме және әскери түске орын берілген. Ковбойлар тарихы да айқын көрініс береді. Айталық жұмсақ тері мен былғары, тоқылған белбеулер. Одан бөлек авторлар топтамаға кимоноға ұқсас бешпен түріндегі шығыс үлгісінде қосқан. Нәтижесінде бірнеше стиль араласқан батыл үлгі Милан сән апталығындағы есте қаларлық көрсетілімге айналды. Көптеген брендтер тек әсер қалдыратын топтамалармен ғана емес, тұсаукесермен де ерекшеленді. Ол үшін міндетті түрде подиум қажет емес. Америкалық VPL маркасының дизайнерлері кәсіби әуе гимнасттарына жүгініп, олардың қимыл қозғалысын бейне кадрларға жүктеп алған. Сәнді подиумдардағы суреттер шоуы аяқталған соң бірден ғаламторда пайда болып, көпшілікке мәлім болады. Біз белсенді сән компаниясы болғандықтан подиумның киімімізді көрсетудің ең әсерлі алаңы екенін жақсы түсінеміз. Біз үшін топтаманы алдын ала ұсыну абырой болып саналады. Себебі көрсетілім шеңберінде ерекше таныстыру жасау мүмкін емес. Жоба авторлары киімнің қозғалыс кезінде қалай көрінетінін көрсету үшін ойлап табылған ұтымды әдіс екеніне шүбә келтірмейді. Брендтің көктем жаз топтамасынан киінген сәнқой гимнасттар металл құрылғыларға өрмелейді. Өзен жағалауында қыдырып, ауыр техниканың жанында спорт жаттығуларын орындайды. Бір сөзбен айтқанда, акробатика өнерінің бар ғажабын паш етеді. Бұл бейне кадрларды дизайнерлер ғаламторға жүктемекші. Аз уақыттың ішінде жаңа технологиялардың көмегі арқылы бейне шоу жасап шығардық. Мұның алдында ол мүмкін емес болатын. Бұл алға жылжудың қосымша тәсілі сияқты. Креативті бейне көрсетілімдер күндердің бір күнде дәстүрлі фэшн-шоуды сырып тастайды деп айтуға әрине ерте. Алайда бұл сән индустриясындағы жаңа бағыт екені анық. Әйгілі тележүргізуші және ресейлік фэшиониста Ксения Собчак қазақстандық шеберлердің киімдерін таныстыруда. Ол өзінің Глянц журналындағы фотосессиясында алматылық дизайнерлердің топтамасын өлшеп көрді. Біздің бағдарламамызда Ксения мен әйгілі стилист Оксана Он өз әсерлерімен бөлісіп, Қазақстан мен Ресей сән әлеміндегі ең қызықты есімдерді анықтады. Я подготовила и собрала некоторые луки, основываясь на... Мен минимализм тұжырымдамасына сүйене отырып, бірнеше лукты жинап, дайындап қойдым. Ксения Анатольевнаның кейбір қырын суреттейді, яғни салмақты адам екенін көрсетеді. Маған белдемші ұнайды. Жалпы дизайнер Алиманың топтамасы өте әдемі. Жеребцовтың былғардан жасалған көйлегі де ұнады, өте тамаша. Алима, мне нравится платье из эко-кожи искусственной Жеребцов. Очень красиво. Ксения Собчактың өзі сәнді жақсы көретін адам ретінде таныс. Ол да қазақстандық дизайнерлердің шеберлігін атап өтті. Нежного по качеству и качественного кроя. Сапалы және пішімі жақсы масаты күдеріден жасалынған ақшыл көйлегі, гүлдері бар қара түсті белдемше және Айка әлемінің масаты кеудешесі мен Алиманың гүлді белдемшесі ұнады. Юбка в цветах Алима. Отандық сән үлгісіне қолдау көрсету нағыз патриотизм болып есептеледі, дейді жұлдызды трендсеттерлер. Ксения Собчак Ульяна Сергеенко шығармашылығының табынушысы. Тележүргізуші қазақ Ресей дизайнерлерінен киінуді ертерек бастаған. Қазір Сергеенко Париж сән апталығының тұрақты қатысушысы. Алтайда британдық интернет басылымының нұсқасы бойынша әлемдегі айтулы тұлғалар тізіміне іліккен. Ресейлік итге ұсынған тағы бір модельер Александр Арутюнов. Айтпақшы, ол қазақстандықтарға Алматыдағы Mercedes-Benz Fashion Week'ке қатысушы ретінде танымал. Бұл ғажайып әдемі дүниелер жасайтын шебер Александр Арутюновтың киімін киіп шыққанда үнемі мақтауға ие боламын. Қазір ғана Венеция кинофестивалінің жабылу салтанатынан шықтым. Инстаграмда белгісіз фотографтар осы көйлегіме мән беріпті. Менің ойымша, қазір Ресей сән үлгісінде жаңа тренд қалыптасып келеді. Оны қолдау, көңіл бөлу өте маңызды, өйткені бұл нағыз патриотизм. Ксения Собчак тмд елдерінің дарынды дизайнерлері белгілі маркалардан гөрі әдемі киімдерді жиі жасайтынына сенімді. Бүгінге осы келесі сән жаңалықтар топтамасы сіздерді әдеттегідей Қазақ ТV арнасының Fashion Guide бағдарламасында күтеді.